Шалқан ертегісі. Ертеде бір Балтабай атай болыпты. Балтабай атай шалқан егіпті. Шалқанды күнбе-күн баптап, суарып отырыпты. Шалқаны үйде боп, үйден де дәу болып өсіпті. Балтабай атай шалқанды жерден суырып алмақ боп, шалқалай тартады. Олай тартқылайды, былай тартқылайды, суыра алмайды. Сонда Балтабай атай онша әжейді көмекке шақырады. «Кемпір-ай, кеп көмек бере көр», дейді. Онша әжей Балтабай атайдың белбеуінен ұстайды. Балтабай атай шалқанның желегінен ұстай жөнеледі. Олай тартқылайды, былай тартқылайды, суыра алмайды. Онша әжей немере қызы Жидекті шақырады. Онша әжей: «Ай, қалқам, келе ғой, көмегіңді бере ғой бізге», дейді. Жидек онша әжейдің белінен, онша әжей Балтабай атайдың белбеуінен ұстайды. Балтабай атай шалқанның желегінен ұстайды. Олай тартқылайды, былай тартқылайды, суыра алмайды, әлекке түседі. Немере қызы Жидек Ақтөс күшігін көмекке шақырады. «Күшігім менің, саққұлақ, келе ғой, бізге көмегіңді бере ғой», дейді. Ақтөс Жидектің бұрымынан ұстайды. Жидек онша әжейдің белінен, онша әжей Балтабай атайдың белбеуінен ұстайды. Балтабай атай шалқанның желегінен ұстайды. Олай тартқылайды, былай тартқылайды, тағы да суыра алмайды. Ақтөс үйдегі Марғау мысықты шақырады. Ақтөс күшік: «Келе ғой мысық, көмегіңді бере ғой, кел, аф», дейді. Марғау мысық Ақтөс күшіктің құйрығынан ұстайды. Ақтөс Жидектің бұрымынан ұстайды. Жидек қыз онша әжейдің белінен ұстайды. Онша әжей Балтабай атайдың белбеуінен ұстайды. Балтабай атай шалқанның желегінен ұстайды. Олар олай тартқылайды, былай тартқылайды, тағы да суыра алмайды. Марғау мысықтың ойына бірден тышқан түседі. Ол тышқанды шақырады. «Тышқаным менің, тышқаным, келе ғой, бір көмегіңді бізге бере ғой», дейді. Тышқан мысықтың құйрығынан ұстайды. Марғау мысық Ақтөс күшіктің құйрығынан ұстайды. Ақтөс Жидек қыздың бұрымынан ұстайды. Жидек қыз онша әжейдің белінен ұстайды. Ал онша әжей Балтабай атайдың белбеуінен ұстайды. Балтабай атай шалқанның желегінен ұстайды. Олай тартқылайды, былай тартқылайды, ақыры шалқанды суырып алады. Осылай барлығы бірге суырып алады екен. Бірнеше жыл суыра алмаған Балтабай ата шалқанды тышқанның арқасында жерден әрең дегенде суырып алады. Тышқанға деген алғыстарын білдіреді. Бұдан шығатын қорытынды: жұмыла көтерген жүк жеңіл дейміз.